Өңдеуден өтіп, тазартылған қант есірткіден 10 есе тез тәуелділік шақырып, нәтижесінде адамды өлімге дейін алып келуі мүмкіндігін білесіз бе? Өңдеуден өтіп, тазартылған қант 99,9% көмірсудан тұрады. Ешқандай биологиялық құндылығы жоқ, адам ағзасына тек қана зиян келтіретін өнім. Негізінде күнделікті өмірде қолданып отырған азық-түліктің дерлік бәрінде, яғни 75%-ында қантты кездестіруге болады. 7 күнге қанттан бас тартсаңыз, сіздің ағзаңызда қандай өзгерістер болады? Видеоны соңына дейін қараңыз. Бірінші, бетіңіздің пішіні өзгере бастайды. Беттегі ісіктер кетіп, бет формасының біршама өзгерісін байқайсыз. Бетіңіздің тазара бастағанын байқайсыз. Беттегі безеулер, қабынулар кетіп, бетіңіз балғын бола бастайды. Екінші, іштегі артық майдың азайып, дене қалпыңыздың өзгере бастағанын байқайсыз. Іштегі майдың азаюының себебі сіздің бауырыңызда жиналған артық майлар ери бастайды. Қанттан бас тартқанда адам ағзасы артық майлармен қоректенеді. Нәтижесінде салмақ тастай бастайсыз. Қант пен май адам ағзасы үшін энергия көзі болып табылады. Егер қант көп мөлшерде ағзаға түсіп тұрса, адам ағзасы энергияны қанттан алады да, майлар сол қалпы жинала бастайды. Егер ағзаға қант түспейтін болса, адам ағзасы энергияны қанттан алмаса, жиналған артық майлардан ала бастайды. Нәтижесінде артық майларыңыз ери бастайды. Ең бірінші бауырдағы майлар кетеді. Нәтижесінде сіздің ішіңіздің көлемі біршама кішірейіп, артық салмақтың кете бастағанын байқайсыз. Үшінші, көз. Қанттан бас тартқанда көз көруінің жақсарғанын байқайсыз. Көзіміз қантқа өте сезімтал болып келгендіктен, қанттың ағзаға тұрақты түсуін тоқтатсаңыз, көзге қауіпті бірнеше аурудың алдын аласыз. Қант диабетімен ауыратын адамдарда диабеттік ретинопатия деген ауру кездесетіні сондықтан. Төртінші, бүйрек. Бүйрек жұмысы жақсара бастайды. Қанттың жоғарғы мөлшерінен ең көп зардап шегетін бүйрек болып келеді. Сол себептен зәр анализінде қант, белок пайда болады. Себебі қант бүйректе қабыну процесін туғызып, бүйрек жұмысының нашарлауына алып келеді. Нәтижесінде бүйректің сүзгіштік қасиеті бұзылып, диабеттік нефропатия пайда болуына себепші болады. Бесінші, артериялар. Қанттың жоғарғы мөлшерде ағзаға түсуінен диабеттік ангиопатия пайда болады. Қант қабылдауды тоқтатсаңыз, қан тамырларының жұмысы жақсарып, артериялардың қабырғаларының қабынуы қалыпқа келе бастайды. Қант қауіпті холестериннің деңгейін жоғарылатады. Қанттан бас тарту арқылы қауіпті холестериндерден де арыласыз. Жүрек аурулары мен қан қысымының жоғарылауының алдын аласыз. Алтыншы, ми мен жүйке жүйесі. Ағзаға қанттың тұрақты түсуі тоқтаса, жүйке жүйесі, жүйке талшықтары қайта толғандай жаңара бастайды. Есте сақтау жақсарады, назарыңыз жақсарады, көңіл күйіңіз жақсарады, ұйқы жақсарып, ашушаңдық басылады. Жетінші, энергия. Қанттан бас тартсаңыз, энергияға толы боласыз. Жұмысқа деген құштарлық пен қабілетіңіз жоғарылай түседі. Денеңіздің жеп-жеңіл болғанын байқайсыз. Ұйқышылдық баспай, өмірге деген көзқарасыңыз 100% жақсы жағына қарай өзгереді. Сегізінші, сүйектер. Қанттан бас тартсаңыз, қимыл қозғалысыңыз жеңілдейді. Сүйек, буын, бұлшық еттердегі қақсап ауру сезімі басылады. Остеоартрит, ревматоидты артрит, остеопороз ауруларының алдын аласыз. Тоғызыншы, тіс. Қант бактериялардың ең жақын досы болғандықтан, тістердің саулығына зиян тигізеді. Екеуі қосылса, ауыз қуысында қабыну процесін туғызып, эмальді зақымдайды. Ары қарай кариес пайда болуына алып келеді. Қанттан бас тарту тістердің саулығымен қоса дәм сезу қасиетінде қалыпқа келтіреді. 10-шы, зат алмасу. Қант ағзаға түсуін тоқтатқанда,
зат алмасу процесі жақсарады, ішек микрофлорасын жақсартады, ас қорытуды жақсартады. Қантпен қоректенетін зиянды бактериялардың орнына пайдалы бактериялар саны көбейіп, іш құрылысының жұмысын жақсартады. Қанттан бас тарту оңай болып көрінгенімен, адам ағзасы үшін өте күрделі процесс. Қанттан бірден бас тартуға болмайды. Ғалымдардың зерттеуі бойынша қанттан бас тарта бастағанда, қантқа, көмірсуларға бай, жеңіл қорытылатын тағамдарға деген құштарлық арта түседі. Сондықтан бірте-бірте азайта отырып, қантты рационыңыздан алып тастайсыз. Қантқа деген құштарлықты басудың бірде-бір жолы ол қанттан бас тарту. Неліктен 7 күн қант жемесеңіз деген тақырыпты алып отырмыз? Өйткені қанттан бас тарту алғашқы 3 күнде өте қиын болады. Ал ары қарай 7 күн ішінде ағзаңызда қантқа деген сұраныс азайып, 7 күннен кейін өзіңізде қант жегіңіз келмейтін болады. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіргендеріңіз үшін рахмет. Видеоны ауырмасын деген жақындарыңызға жіберіп қойыңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.